Сәлем оқырман. Мұсаның бүгін туған күні 30-ға да жетіп қалыпты. Дүркіретіп той жасауда. Кімдер келді десеңіздер, өте көп адамдар. Қатысушыларда жеткілікті. Бір болайық пен қосылайықтың бұрынғы және де қазіргі қатысушылар қатысуда. Кім керек бәрін көресіздер. Сендерге үзінділері шығарып қояйын. Мұсаның туған күні құтты болсын. Бәріне ұнап жатқан секілді. Шейх болып жүрген Мұса бәрін таң қалдырды. Жалпы көрермендердің Мұса жайлы соңғы пікірлерін оқып көрейік. Қазақ десе өзімізге тиеді. Мұсаны қаралап жатқан адамдар не мақсатпен жазады екен? Біреудің өміріне араласып не ұттыңыздар? Бәрімізде бір Алланың құлымыз, адамның айтқаны болмайды. Алланың қалауы болады. Мұсаға сен олай істеме, бұлай істе деп айта алмаймыз. Тек қана қазақтың бір баласына жақсы тілек жазуға болмас па еді? Тек қана Мұса баланың тұзы жеңіл екен. Мұса өте ақылды бала, не істеп жүргенін прекрасно біледі. Жаман сөз жазатындардың іштері тар ма? Көре алмайды ма? Бірдене ғой, жалпы жаман сөздер жазбаңыздар. Тем более оразада жаман жазбаңыздар. Аружанға жақындама, қолдаушылары. Қарғап сілеп шығады, өмір сенікі. Шерхан жүр жұртты тыңдап қайдағы ботаға үйленіп. Енді басын тасқа соғып, асықпа, Алла қаласа, жақсы иманды қыз келеді. Иншаллах. Мұса сен жақсы баласын арудың өзі. Ой жабысып жүрген. Аруға айтарым досым деп осылай түсуге бола ма? Кезінде Азизді көре салып қандай клипқа түстін, сен өзіңді қашан бағалайсың? Енді жүрсін Азизбен бәрі бітті деп. Негізі сені жақсы көргенде мінездерінде келетін еді. Енді келіп басына орамал тағып, Мұсаның үйінде жүрсін. Мұсаны кеше ғана Бабник деген сөзге қолыңмен көрсетіп едің. Мұса Бабник, балықшы деген атты көре алмайтындар айтады. Күмісай, сенің айтқаның дұрыс. Болмады. Кеше ғана жылап кімнің аяғына жабыса алмай отыр едің, Мұсадай болып алыңдар. Дейді оқырмандар.